6 сынып қазақ әдебиеті Сұлтанмахмұт Торайғыров шәкірт ойы. Бұл сабақ арнайы дайындалған мультфильм арқылы басталды. Экраннан жарық тарағанмен адам ойы қараңғы. Неге бәрі бар, бірақ жылу жоқ? Неге бәрі білсе де ойланбайды? Ойлама, көре бер. Уақыт өткіз. Оқыған адам қараңғылықтың көгінде күн болады. Осы мультфильм көрсетілгеннен кейін балаларға функционалдық сауаттылыққа бағытталған сұрақтар қойылады. Бұл проблемалық сұрақтар Пизаның тапсырмаларымен сәйкес келеді. Мәселен, неліктен мультфильмде кітап оқитын оқушы соңында гаджетке тәуелді балаларды басқаратынын айту керек. Гаджетке тәуелді балалар шынымен әлсіз бе, әлде олар өз мүмкіндігін дұрыс қолдана алмай жүр ме? Егер барлық бала тек гаджетпен өссе, ал кітап мүлде оқылмаса, қоғам қандай болар еді деген сұрақтарға жауап алынғаннан кейін, сабақ тақырыбы қандай, не туралы мүмкін деген сұрақ қойылып, оқушылар Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шәкірт ойы деп жауап берді. Сабақтың мақсаты оқушыларға айтылды. Көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу және осы шығармадан автор бейнесін анықтау деген сияқты. Топ 3-ке бөлінді. Сонымен қатар сыныпта неше оқушы сонша рет саналды, яғни 1, 2, 3, 4, яғни сол күні 19 оқушы болды. 19 саның есі табылды. Оның не үшін екені сабақтың барысында оларға түсінікті болды, өйткені ол авторлық әр бала назарда бағалау үшін қажет еді. Одан кейін арнайы дәл осы сабақ үшін дайындалған DID бағдарламасындағы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өз аузынан шәкірт ойы өлеңін оқу тапсырмасы қойылды. Сонымен қатар байқасаңыздар, дәл осы Сұлтанмахмұттың нағыз бейнесі қатар көрсетілді. Себебі жасанды интеллект Сұлтанмахмұттың өз бейнесін сәл өзгертіп жіберген. Балалар шатаспау үшін осындай әдіс қолданылды. Өлеңді Сұлтанмахмұт Торайғыров оқығаннан кейін әр топтан бір оқушыға мәнерлеп оқу тапсырмасы берілді. Бірінші тапсырма одан кейін автор бейнесі мен көркем образдың арақатынасы ажыратылу керек болды. Білім тобына күн болу тіркесі, ғылым тобына қараңғылық сөзі, өнер тобына мұздаған ет жүрегі тіркестері беріліп, автор бейнесін қалай анықтауға болатыны айтылды. Ол дескрипторда көрінді. Автор бейнесін ашатын образды дұрыс анықтаса 1 ұпай, ойын сауатты жеткізсе 1 ұпай, жалпы осы тапсырмадан 2 ұпай жинау керек еді. Оқушылар тапсырманы сәтті орындады. Одан кейін бағалау батырмасын басып, әр бала назарда бағалауына келдік. Тақтада мен әр баланы жауабын плюс белгісімен белгілеп бағалап отырдым. Одан кейін әр сан иесі өзіне қатысты ұпайды алып отырды. Мына бір көк ұяшықты басқан кезде бағалар 10-ға дейін қойылады ұпайлар. Сөйтіп екінші тапсырмаға өттім. Екінші тапсырмада автор позициясын салыстыру керек болды. Бұлда да сол автор бейнесін анықтауға қажет таптырмас әдістердің бірі, яғни бұл шығармадағы жеке адамның тағдырын айтты, немесе тұтас халықтың тағдырын бейнелеп отыру керек болды. Дескриптор назарларына ұсынылды. Бұл тапсырма 3 ұпайды әперді. Автор позициясын дұрыс анықтаса 1 ұпай, пікірін өлең жолымен дәлелдесе 1 ұпай, автор бейнесін жалпы халықтық деңгейде түсіндіре алса 1 ұпай деген сияқты. Бағалауға көшіп, әрі қарай осы тапсырмаларда қандай ұпай жинаса, дәл осылай бағалары қойылып отырды. Үшінші тапсырмаға келгенде 4 баған әдісі қолданылды. Факт, идея, әрекет, сұрақ. Бұл тапсырма 5 ұпаймен бағаланды. Өлеңдегі факты дұрыс анықтаса 1 ұпай, идеяны автор ойымен байланыстырса 1 ұпай, әрекеті талданса 1 ұпай, проблемалық сұрақ қойылса 1 ұпай, сұрақты сауатты жазса 1 ұпай деген сияқты. Бұл да сабақтың мақсатына сай әдіс болды. Бағалауға келіп, қайтадан әр баланы бағалап өттім. Бұл жерде жаңағы 4 баған әдісі жеке тапсырма ретінде ұсынылды. Топпен тапсырмада оқушылар бірін-бірі де бағалап отырды. Сонымен қатар тапсырманы да бағалауды да ұмытпадық. Үй тапсырмасына ойысқанда өзіндік ізденіс тапсырмасы берілді. Олар балаларға бұл өлеңді жаттап келу керек екен айтылып, авторлық рефлексия әдісіне қарай ойыстық. Егерде әр бала назарда
бағалау парағы да өзімнің авторлық дүнием болса, жеті қазына ойыны да авторлық дүнием. Бұл жерде уақыт үнемдеу үшін топтаса орындадық. Яғни жеті қазынаға тоқталып өтіп, ер жігітті таңдайтындар тұрыңдар деп, олар тұрып, яғни мен бүгін ойынды жеткізе алдым ба, алмадым ба, әлде кей тапсырмаларға ойланып үлгермей қалдым деген сияқты нұсқаларды таңдау керек болатынды таңдады, және сабақ соңында оның қанша асық жиналғаны деген сияқты саналды. Мысалы, қыз балаға келетін болсақ та сондай. Сөйтіп, оқушылардың жинаған ұпайлары бағалау парағына бойынша есептелді. Қанша ұпай жинағандар күнделікке және білім ал платформасына қойылды. Сабақтың тақырыбына сай мақсаты алынып, мақсат толықтай жүзеге асты. Сабақ барысында ұлттық құндылық, еңбекқорлық, жауапкершілік сияқты құндылықтар қатар көрсетіліп отырды.